командир айтып, өзбек шақырыңдар депті. Сосын өзбек шақырды, өзбек деп. Өзбек, сен саған өлімнің екі түрі бар депті. Біріншісі тоққа салып өлтіреміз, екіншісі басыңды шабамыз балтамен. Сонымен өзбекті ойлапты, балтамен шапса бірден өліп қаламан. Әке тоққа тығып өрейін деп. Сонымен тоққа салыңдар деп. Өзбек әкәнен тоққа салайын деп отса, ана жерде свет өшіп қапты. Сонымен командир айтты, өзбек құдай деген құдай екен. Бол, бостандық беріңдер. Айып бізден болды ғой, свет жоқ қой. Бостандық деп. Өзбек әкем қуанып кетіп бара алдынан Қазекең келе жатыр біздің. Қолын қайырған баяғымен қапшағайдағыдай қылып. Алып келатса, өзбек өз ағаң деген жанасып кеткен ғой. Қазақ әке депті, қазақ әке. Бүйтіп қара. Ұяғда свет жоқ деп өтіп кетті. Қазекең айтты командир. Қазақ, сен таңда, өлімнің екі түрі бар. Балтамен басын шабайық па, тоққа салып өлтірейік па деген. Қазекең айтады. Білмеймін қане жақта свет жоқ деп отыр, басым шабасаңыз. Басым шабасаңыз, свет жоқ деп отыр. Ақ көңіл қазақта өзіміз. Көңілдеріңізге рахмет осындай.